Махаббат азбас байлық, тозбас қазына дер едім, ал сезім лаулап жанған алау. Жүрек сол алаудың ошағы. Сенім алауды лаулатар махаббаттың шырпысы дер едім. Шынайы махаббат. Шіркін, шынайы махаббатты кім көрген? Ләйлі Мәжнүнді, Қыз Жібекпен Төлегенді, Қозы Көрпеш Баян Сұлуда шынайы махаббаттың шыңына жеткен жоқ па? Иә. Адам жүрегі өз шынайы махаббатын кездестіргенде ғана лүпілі жиілеп, ол жоқ болса тоқтап қалады екен. Жүрек өз шын махаббатын, өз жартысын тапқан кезде сезеді екен. Соған қарай алып ұшып, сен менің махаббатымсың, тек сенсің, тек сен менің үмітімсің деп алға жетелейді де тұрады. Сен емес, жүрегің онымен кездесуге ұмтылады. Ұнатасың, ғашық боласың. Тек сүйем деген сөз ойыңа келмейді екен. Менде де дәл солай болды. Ең алғаш оны жай ұнаттымда жақсы көрдім. Бірақ сезімің алғашқыдай болмайды екен. Мүлде басқа, онсыз таңында атпайды, күніңде батпайды. Онсыз бір күнің бір ғасырдан да ұзақ көрінеді. Онсыз ас батпайды, жүрегің тек соны ойлайды. Онсыз не ұйқы, не күлкі жоқ. Шөл далада жалғыз өзің сусыз, тамақсыз қалғандай сезімде боласың. Шынайы махаббат қаласаң да, қаламасаң да өшпейді екен.